Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін Алла қаласа дүниежүзі тарихынан тест талдауымызды бастайтын боламыз. Жалпы енді өзім туралы қысқаша айтып кетейін. Мамандығым география және тарих болғаннан кейін, жақсы географиямен осы уақытқа дейін айналысып келдім. Алайда тарихты әлі күнге шейін жетілдіру керек те өзім үшін. Енді түсінгенім, егер сіз белгілі бір білімді игергіңіз келсе, оны әуелі үйреніп, оны өзгеге үйреткеніңіз артығырақ. Дәл осылай сіз өзіңіздің біліміңізді шыңдайсыз, иә. Дүниежүзі тарихы өте қиын сабақ, яғни бұған өте көп күш керек. Бір жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде игеретін дүние емес. Алайда өзім барынша тырысып, осы сіздерге білген ақпараттарымды үйреніп және үйретуге тырысатын боламын, иә. Жалпы енді бірінші сұрақтан бастай берейік. Ежелгі Римдегі сенат құрамының саны. Жалпы Рим бізде ең көне ежелден бері келе жатқан, яғни тарих кейбір орта ғасыр тарих осы Римнің екіге бөлінуінен бастап есептелетіндігін ескерейік. Енді мәліметтерге жеке-жеке тоқталайық. Жалпы енді мынау қазіргі Рим қаласы, Рим немесе Рома. Енді жалпы итальяндық аталуы Рома деп аталады, негізі Ром деп аталады, иә. Енді ол атау не үшін пайда болғандығы туралы қазір түсіндіретін боламыз. Қала Апеннин түбегінде орналасқан. Апеннин түбегі қазір көрсем, міне мынау итке ұқсаған, көрсіздер ме? Ал енді түбек дейтін деген тоқталайын. Түбек дегеніміз ол үш жағын су шайып жатқан, яғни мұхит суы болсын, теңіз суы болсын, шайып жатқан құрлық. Кеттік. Енді қараңыздар. Италия елінің астанасы, қазіргі Италияның астанасы Рим, иә. Жалпы Рим провинциясында орналасқан. Қала енді Апеннин түбегінде орналасқан, түсікті. Енді бізге қазір тарихынан шамалы тоқталайық, одан кейін сенат туралы айтатын боламыз. Ал енді кеттік. Ең көп тараған аңызға байланысты мына Альба Лонга, Силевия және Марс қызының туған ағалары Ромул мен Рем Тибр жағасын өседі. Яғни оларды мына кейін жетім күйінде болды, оларды айып асырап алды деген фото бар еді, білесіздер ме? Міне осы фотоны қарасаңыздар, яғни осындай бір история аңыз бар, иә. Одан кейін екеуі сол жерде өседі, солай дүниеге келеді. Сол жерлерде жетілгеннен кейін қала тұрғызуды ойлайды. Алайда қала тұрғызғаннан кейін колонияны құрған үшін, колония тұрғызады, иә. Колонияны құрған үшін Тиберге оралады, бауырластар арасында не туындайды? Дау туындайды. Осы уақытта Ромус, яғни Ремус, яғни екі міне Ромул мен Рем. Ромул Ремді өлтіріп, өзі патша болады. Яғни демек, ежелгі Италия жеріндегі Рим империя, яғни то есть Рим патшалық ең алғашқысы осы Ромул патшаның билігіне келіп бастады. Яғни кейбір деректерде жалпы құрылған уақыты біздің заманымыздан 753, 21 сәуірде есептеледі. Ромул Римнің алғашқы патшасы деп аталды. Дәстүр бойынша одан кейін 7 патша дейді. Одан кейін тәкаппар Тарквини дейтін келеді. Ол халықтың қатты ашуына ұшырағаннан кейін осылай патшалық кезең бітеді. Одан кейін Рим, то есть Рим республикасы болады. Одан кейін Рим империясы болады. Осылай жалғаса береді. Жалпы енді одан бөлек тоқталатын ең маңызды нәрселер осы болар. Яғни Римнің тарихына келіп, міне Рим атауы аңыз бойынша қала негізгі қалаушысы бірі Ромул есімінен туған. Көне заманғы аңызға қарағанда Рим алғашқы біздің заманымыздан бұрын 754-753 жылдар салынған. Жалпы қала мемлекет, полис, яғни қала мемлекеттерді полис деп атаймыз, яғни өз ішінде әскері бар, өзінің заңдары бар, өзінің билеушісі бар деген секілді. Яғни қала әр мемлекет Апеннин түбегінде орналасқан. Жалпы енді жерорта теңізін тікелей шалатын мемлекет болып есептеледі. Енді жалпы негізгі білу керек мәліметтер осы бар, яғни ежелгі көне Рим патшалық кезеңдегісіне. Енді осы жерде сенат дейтін нәрсе бар. Сенат дегеніміз не? Латынша сенатус, яғни қария, кәрі деген сөз мағына береді. Ежелгі Римдегі жоғарғы мемлекеттік кеңес. Ежелгі Римдегі жоғарғы мемлекеттік кеңес. Яғни ол мемлекеттік кеңес. Енді сұрақ былай болып тұр біздерде қарайтын болсаңыздар. Римдегі сенат құрамының саны, яғни осы сенатта қанша адам болды? Бізде де бөлеміз, қос палаталы сенат, мәжіліс деп ше, жоғарғы палата сенат, қасында төменгі палата мәжіліс деген секілді. Яғни олар бізде заң шығарады, иә. Заң шығарушы орган ретінде қарастырылады. Ал енді бұл жақта сенат қандай күшке ие болды?
сенат билеушіні сайлай алды, яғни сенаторлар. Сенаттың ішіндегі адамдарды сенаторлар деп атады, иә. Жалпы енді сенат сайлау заңдары мен нәтижесін бекітті, магистраттар қызметін бақылады. Магистрат дегеніміз, яғни сол манағы сенатты қараушы адамдар, олар бір жыл тегін қызмет атқарды. Не үшін тегін? Себебі ол халықтың арасында бедел жинау мақсатында деген секілді дүниелер бар, иә. Сенат қаулылары, сенаттық консульттер халық жиналысы мен плейбилер жиналысы шығарған қаулылармен бірдей заң күшіне ие болды. Енді плейбилер дегеніміз, яғни сол жердегі ақсүйектер, сол, короче, былай бөлінеді, сол жердегі бұрыннан бері тұрып келе жатқан жергілікті тұрғындар, яғни ақсүйектер, плейбилер деп аталды, яғни. Енді қарайық. Интернет желілерінен қазақша мәліметтердің ішінен, яғни сенаттың құрамында осындай адам дейтін мәлімет таппадым, бәлки бар болар, бірақ орысша мәліметтерден бірден сенат Римский империя деп жазған кезде шықты да, қанша құрамында қанша адам бар? 300 адам бар деп шықты. Демек, сұрақтың жауабы бізде 300 болады екен. Демек, ежелгі Римдегі сенат құрамының саны бізде 300 адам. Осымен бүгінге жеткілікті мәліметтер болған болар. Алдағы уақытта егер Римге байланысты тағы сұрақтар болса, әрі қарай толыққанды ашуға тырысамыз. Яғни бізге бүгінгі негізгі мәліметке осы жеткілікті деп есептеймін.